Армысыздар ағайын. Біз бүгінгі тақырыпта Құдай тағала табыс деген осы бір құндылықты қайда жасырғандығы туралы әңгімелейтін боламыз. Алдымен жалпы ғалам туралы тоқтала кетейікші. Осы біз көріп отырған әлем, жалпы дүние өз неден құралып тұр? Әрине, біздің бәріміз айтамыз, ол заттардан, материалдардан құралып тұр деп айтамыз. Ал шын мәнінде, мен ойласам, ол заттардан емес, заңдылықтардан құралып тұр. Себебі, әрбір заттың астарында, оның ішінде бізге белгілі және бізге белгісіз заңдылықтар тіршілік етеді. Егер осы заңдылықтар болмаған жағдайда, бұл дүниені құрап тұрған заттар быт-шыт болып жоғалып кетіреді, немесе бірікпейтін еді. Анау ғарышдан жерге дейін, жердің бетінен жердің кіндігіне дейін қарайтын болсақ, тұтас дүниенің белгілі бір заңдылық бойынша үнемі қозғалыста, әрекетте тіршілік етіп тұратындығын байқауға болады. Ғарыштағы денелерді алып қарайтын болсақ, олар да белгілі заңдылықтар бойынша белгілі ара қашықтықты сақтап әрекет жасайды. Егер осы әрекет ара қашықтық әлдеқалай жақындайтын болса, не болмаса алыстайтын болса, бүгінгі дүниенің теңдігі бұзылып кетеді. Мысалы, күн мен жердің, ай мен жердің ара қашықтықтары өте кішкентай бірлікте өзгеріс жасайтын болса, жер бетінде өте қақаған суықтар, не болмаса қатты ыстық ауа райы қалыптасып, жер бетінің тіршілігін жоғалтып жіберуі мүмкін. Сондықтан жерден бетінен және жердің астында да бүкіл дүниені заңдылықтар ұстап тұр деп айтамыз. Мына біздің көзімізге көрініп отырған күнделікті ағаштар, гүлдер, өсімдіктер, бүкіл дүниенің барлығы заңдылықтардың негізінде жасап отыр. Осыны сөйлеп айтып отырған мына менің де ішкі жан дүниемде менің қалауым және қалауымнан тыс менің еркіме бағынатын, бағынбайтын заңдылықтар жасап жатыр. Мысалы, біздің ішіп жеген тамағымыз қайда кетіп жатыр? Олар өзінің белгілі заңдылықтары бойынша жұмыс жасап, денеміздің әрбір клеткаларына дейін жетіп жатыр. Осының барлығы біздің қалауымызбен болып отырған жоқ әрине. Біздің еркімізге бағынбайды. Сондықтан бүкіл дүние ғарыштан жерге және жердің астында, жердің бетіндегі барлық дүниенің әрқайсысы заттардан емес, заңдылықтардан құралады деп айтуға болады. Сондықтан дүниені зат құрап тұрған сықылды болып көрінгенмен, шын мәнінде оның артында заңдылықтардың тіршілік етіп тұрғандығын білдіреді. Егер бұл заңдылықтар болмаған жағдайда, онда тіршілік тоқтайды. Міне, адамның ғұмыры да, адамның тіршілігі де, өмірі де заңдылықтарға бой ұсыну керек. Егер біздің тіршілігіміз заңдылықтарға бой ұсынбаған жағдайда, онда біздің өмірімізден сәттіліктер алыстайды. Біздің айтып отырған табыс дегеніміздің өзі де Құдайдың бір үлкен құпиясы. Адамның өмірі де құпия. Біз оны жай биологиялық тіршілікпен өмір туралы анықтама бере аламыз. Бірақ шын мәнінде өмірдің артында зер сала қарайтын болсақ, Құдайдың үлкен құпиясы жатқандығын білеміз. Бірақ осы құпияны біз аңғара бермейміз, себебі біз материалдық дүниеде жасап отырмыз. Ал материалдық дүниеде рухани құндылықтар қашанда екінші орында қалады. Сондықтан біз шынайы өмірдің мәнін түсіне алмай қалатын себебіміз осындан. Ал жаратқан иеміз бүкіл дүниені міне осындай илахи заңдылықтармен жасаған. Бүкіл дүниенің заңдылығын жасаған және оларға еркіндікті берген. Біздің қалауымызды берген, бізге де еркіндік берген. Сондықтан біз өзіміздің қалауымызға сай, дүниенің жүріп отырған заңдылықтарынан өзіміздің еншімізді аламыз және өзіміздің қалаған жолымызбен жүреміз. Бүкіл заңдылықтар жасалып қойылған. Біз ештеңе ойлап таппаймыз. Біз тек заңдылықтардың бар екенін біліп, соның құпиясын ашатын болсақ, міне бұл даналық болады. Ертеде грек философ Платон айтқан емес пе? Біз ештеңені білмейміз, тек
санамызда жазылған дүниелерді ғана оқимыз деген. Ал біздің данышпан атамыз Абай не дейді? Адамның ақылы шекті. Бірақ осы шекті дүниемен Құдайдың шексіз құдіретін тани алмайды дейді. Бірақ тануға талпыну данышпандық болады дейді. Сондықтан біз табыс мәселесіне келген уақытта да оны бір Құдайдың құпиясы ретінде қарауымыз керек. Сонда ғана табыстың шынайы құпиясы, сыры бізге ашылады. Егер біз табысқа материалдық тұрғыдан қарайтын болсақ, бағанағы құндылығы оның ашылмай қалады. Сондықтан табысқа біз шынайы жете алмай қаламыз деп айтамыз. Мынандай әпсана бар. Құдіреті күшті жаратқан ие адамзатты табыс етуге мүмкіндік берген. Барлық дүниені жасаған жер бетіне. Адамға барлық мүмкіндікті берген. Және табысқа жету үшін табысты теңіздің шұңғымасына, таудың үңгірлеріне жасырған дейді. Бірақ адамдар тауып қоюы да мүмкін деп мағыналы мәнді болу үшін адамның жүрегіне жасырған екен. Сондықтан біз айтамыз, адамның жүрегі Құдайдың құпиясы сақталған бір қасиетті мекен деп. Осы мекеннің ішінде біз іздеген табыс жатыр. Мен өткенде бір лекциямда айттым. Кезінде адамзатты жасағанда, топырақтан жасағанда, барлық періштелерге оған сәжде ету бұйырылғанда, солардың ішінде ең оқуы терең және аса үлкен құрметке ие болған Іблис. Тұра тұрыңдаршы, мен алдымен адамзатты көрейін деп, оның мұрнының қуысы арқылы кіріп, бүкіл денесін аралап шығып айтқан екен қасындағы періштелерге. Бұл жасалған адам Құдай тағаланың орынбасары бола алмайды. Өйткені бұл сырты бүтін іші қуыс дүние екен. Нәпсі кереді екен, тез шаршап шалдығады екен деп адамзаттың бүгінгі бойымызда бар барлық кемшілігін айтады. Және соңында мен оның сол жақ кеуде қуысындағы бір жұмыр етке жүрек деген кіре алмадым, соны білмедім дейді. Демек, жүрегіміз біздің өте құпиялы орын. Өйткені онда біздің бүкіл құдіретті құндылықтарымыз жасырынған жер. Яғни осы орында біздің табыста жасырынып жатыр. Себебі мен бұрын да айттым, әлі де айтам, адамның өзі шексіз құдіреттің иесі, Құдайдың бір құдіретті нұрынан жаратылған бір жаратылыс. Біздің бойымызда Алла тағаланың құдіретті есімдерінің сипаттары бар. Біздің өзіміз бір әлембіз. Біз ешкімді қайталамайтын, ешкімге ұқсамайтын, әркім өз жеке дара бір әлем. Осы әлем өте бағалы. Адамдар өзін өзі бағалау керек дейтін себебіміз осындан. Өйткені Алла тағала әрбір адам баласын жер бетіне белгілі міндет жүктеп жібереді. Ешкім кенеттен аяқ астынан келмейді бұл өмірге. Әр адамның өзінің міндеті бар. Өйткені мына дүние, барлық дүние заңдылықтармен жасалған уақытта адамның да өмірге келуі, осы дүниенің ардақты саналған адамның да дүниеге келуі ол еш уақытшан тосын аяқ астынан болмайды. Ол да заңдылық арқылы жасалады. Сондықтан біз әркім өз-өзімізді бағалауымыз керек. Біз Құдайдан міндет алып келген, бұл өмірге тектен текке келмеген қайталанбас дүниеміз. Сондықтан осы өмірдегі ең басты құндылық мына мен. Осы отырған, мен тыңдап отырған адамдардың барлығы да өздерін сондай бағалау керек. Сонда ғана біздің жүрегімізде қуаныш, үміт, қанағаттану сезімі, өзін құрмет тұту, өзін бағалау сезімі орнайды. Және өзгеге де сондай құрметпен қарай бастайды. Егер олай ойламасақ, өзіміздің де, өзгенің де тағдырына жауапкершілікпен қарамайтын боламыз. Сондықтан, құрметті достар, табыс деген Құдайдың құпиясы, ол біздің жүрегімізде жатыр. Осы құпияны табуды құдіреті күшті Алла бізге жүктеп отыр. Біз оны табуымыз керек. Мынандай хадис бар. Құдай былай деген екен:
Мен әуелде бір құпия қазына едім. Өзімнің құдіретімді көрсетейін деп бүкіл жаратылыс дүниесін жасадым дейді. Бұны ислам құндылықтар зерттеген ғалымдар мына дүниені Алла тағала өзіне айна етіп жасаған дейді. Демек, біздің негізгі міндетіміз Құдайды тану. Ал Құдайды тану дегеніміз айналамыздағы жаратылыстық дүниені зерттеу. Біз жаратылыстық дүниені зерттегенде, оның заңдылықтарын білгенде ғана біз Құдайды тани аламыз. Құлшылықтың үлкені осы. Сондықтан Хакім Абай не дейді? Ешбір ғылымсыз оқылған намаз, ғылымсыз жасалған құлшылықтың бәрі өз орнына жетпейді дейді. Біз дінге қашанда ғылыми көзқараспен қарауымыз керек. Себебі ислам дінінің өзі үлкен ғылым. Сондықтан құлшылығымыздың басы ғылым болу керек. Және жаратылыс дүниесін зерттеу болу керек. Сонда біз Құдайдың құдіретін біртіндеп ашамыз. Біртіндеп білеміз. Сол арқылы өзімізді танимыз. Өзіміздің жан дүниемізде жасырынып жатқан ұшан теңіз алапат күштерімізді ашамыз. Біздің бойымызда өте алапат күштер, әлеует, жасырын потенциал жатыр. Осыны білуіміз керек, және оны ашуға талпыну керек. Адамның миы сондай керемет жаратылыс. Міне, бүгінгі таңда ғарышқа ұшырылған зымырандар, ұшақтар, биік зәулім үйлер, үлкен көпірлер, мына интернет, мына қолымыздағы телефон, осының барлығы да адамдардың ұшқыр қиялынан туындаған дүниелер. Осын жасап отырған адамның миы қандай құдірет дейміз. Бірақ біз осы бар болғаны адам миының өте аз бөлімін, бір ар кеткенде 10-15% пайдаланатын шығармыз. Тіпті 20% ақ деп қояйық. Үлкен ғалымдар осынша пайызын ғана пайдалануы мүмкін. Ал көпшілік адам одан да төмен пайызды пайдаланады. Демек, біздің көпшілік миымыз әлі де тың күйінде, пайдаланылмаған күйінде жатыр деп айтуға болады. Бұл расында да өкінішті жағдай. Ал адам миы пайда болғаннан бері қаншама уақыттар өтті. Адамның миы көп өзгеріс жасалған жоқ. Ол тек өзінің функциясын ашып қырларын көрсетуде. Бірақ ашылмаған қырлары әлі көп. Адамның миы осынша салмағы жеңіл, бас қуысымызда орындасқан бір мүше болғанымен, бірақ адамның өмірлік қуатының 20-25%-ын осы ми тұтынады. Демек, мидың қызметі, мидың функциясы және мидың қуатының өте алапат екендігін көреміз. Сондықтан адамның миы дағдылардың, әдеттердің құлы. Ол біз үшін, біздің амандығымыз үшін үнемі сақтықпен жұмыс жасайды. Адам шаршап қалмасын, қалжырап қалмасын деген оймен адамның миы бізді үнемі өзіміз білетін дағдылы әрекеттермен ғана шұғылдануымызды талап етеді. Сондықтан біз көпшілігіміз мүмкіндігінше дем алуды, тынығуды, өзімізге үйреншікті әрекеттермен ғана тіршілік еткенді ұнатамыз. Ол біздің миымыздың қалауы. Бірақ біздің дамуымыз үшін бұлай жасауға болмайды. Себебі адам ол құдіретті күшті Құдайдың мәңгілік нұрының бір сәулесі, бұлайша айтқанда бір үзігі. Ол мәңгілік. Демек, адамның дамуы керек. Адамның тоқтаусыз өрге өрлеуі, өркениетке жетуі керек. Артқа шегінуіне, кері кетуіне мүлде болмайды. Сондықтан біз миымыздың жаңағы айтқан, бізге жасаған қамқорлығынан бас тартып, біз үнемі ізденісте болуымыз керек. Үнемі еңбек етуіміз керек. Сол арқылы миымыздың қуатын барынша пайдаланғанымыз жөн. Сонда біз дамимыз. Сонда біз әуелгі өзіміздің түпкі не үшін жер бетіне келгендегі міндетімізді орындайтын боламыз. Сөзімізге бағана қайтып келетін болсақ, біздің бәріміз қайталанбайтын тұлғамыз, бәріміз бір әлеміз. Табыс, жақсы, сапалы өмір, осының барлығы да біздің жан дүниеміздің ішінде жатыр. Біздің ойлау философиямыз, тіршілік дағдымыз
осының барлығы табысқа бастайды. Табыс деген әлдебіреулер айтып жүргендей кілең мол ақша, не болмаса биік әдемі үйлер мен қымбат көліктер ғана емес. Жарайды, ода бір табыстың бір тармағы ретінде бағалауға болатын шығар байлықты, бірақ табыстың өзі байлық емес. Табыс өте ауқымды дүние. Табыс дегеніміздің өзі біздің денсаулығымыз, отбасымыз, сыйласымдылығымыз, туыстарымызбен, достарымызбен болған арадағы қарым-қатынасымыз, өзіміздің шұғылданып отырған кәсібімізге деген адалдығымыз, еркіндігіміз, бостандығымыз, шығармашылық шабытымыз, осының барлығы да адамдарға қаратыққан өзіміздің жоғары философиялық көзқарастарымыз, осының барлығы табысқа кіреді. Тіпті белгілі материалдық нәтижелерге жету үшін істеп жүрген ісіміздің барлығы да табысқа кіреді. Табыс еш уақытта нәтиже емес, және табыстың соңғы нүктесі болмайды. Біз өмір бойы табыс жолында жүруіміз керек. Өйткені табысқа жеттім деп кім айтатын болса, ол өте қате айтады. Себебі табыс ол мәңгілік, оның соңғы нүктесі жоқ. Біз дүз жасайық, тіпті одан да көп, не одан аз жасайық, өміріміз қанша уақытқа жеткенге дейін тоқтаусыз табыс жолында жұмыс жасауымыз керек. Өйткені біздің ең соңындағы қалған биігіміз біздің шынайы табысқа жеткен жетпегенімізді анықтайды. Сондықтан біз ең соңғы ақтық демімізге дейін табыс жолында ізденіс жасауымыз керек. Табыс нәтиже емес, табыс ол тоқтаусыз алға жылжу. Табыс кесектеп аспаннан түспейді. Ол үнемі істеген сәтті жұмыстарымыздың жиынтығы. Ал сәтсіздіктер де болады, бірақ сол сәтсіздіктерді сабақ алып, сәттіліктерге айналдыру, ол да табыс болады. Сондықтан табыс туралы пікіріміз біздің дұрыс болған жөн. Егер біз табысты тағы да материалдық байлықпен қарайтын болсақ, онда өте қателік кетеді. Себебі материалдық байлық ол келу қайнары көп түрлі құндылық. Біз байлыққа ұрлық арқылы да, қарақшылық арқылы да, алдамкөстік арқылы да жете аламыз. Және еңбегіміз арқылы да жете аламыз. Ал табысқа тек ақыл ойымызды, ақыл парасатымызды, санамызды жұмсау арқылы, таза ақыл еңбегіміз, табан ет маңдай теріміз арқылы жетеміз. Сондықтан табысқа жету ол шынайы азаматтықтың, нағыз өмірдің өлшемі. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, бақытқа жеткен адам табысқа жеткен адаммен бірдей ме деп, бірдей болар-ау деп. Мен олай ойламаймын. Бақытқа әртүрлі жағдайға жетуге болады. Әкеңнің арқасында, көкеңнің, не болмаса күйеуіңнің арқасында белгілі деңгейде бақытты адам болып тұруға болады. Оның үстіне бақыт деген ол абстракттық түсінік. Адамдар кез келген нәрседен бақыттымын дейді, кез келген нәрсеге жолықса бақытсызбын деп айта береді. Ал табыс тек қана өзіңнің күшің арқылы келеді. Бақытты біреулердің күші арқылы алуға болса, табыс олай емес. Табысты тек өзің ғана жасайсың. Сондықтан біз жүрегімізге бойлауымыз керек. Табысты жүрегімізден іздейік. Басқа жақтан ешкімнен іздеудің қажеті жоқ. Ешкімге еліктеудің қажеті жоқ. Өйткені сен, ол. Жаратқан иеміз оған басқаша міндет жүктеді, және оның жолын басқаша ашып қойды. Саған басқаша міндет жүктеді. Сен өзіңнің жолыңды тап. Абай атамыз айтқанда, сен де бір кірпіш дүниеге кетігіңді тап та бар қалан дейді. Міне, біз өзіміздің дүниеге не үшін келгенімізді жүрегімізден сұрауымыз керек. Жүрегіміз бізге айтады. Жүрегімізді тыңдау арқылы өзіміздің кірпіштік орнымызды тапсақ, біз табысты боламыз. Бүгінгі таңда көптеген адамдардың өмірде жолы болмай жүргендігі осы өзінің кірпіш болып табатын орнын таба алмай жүр. Ол елге еліктеумен жүр. Сондықтан біз елге еліктеуді қоюымыз керек те, әркім жүрегін тыңдауымыз керек. Сонда ғана біз табысқа жетеміз. Сіздермен бірге болған
қастер сарқытқан табысты психология арнасы.